Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Цезарь салатының құрамымен бөлісемін. Бұл салаттың ерекшелігі өте тойымды әрі өте дастарханда әдемі көрінеді. Достар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 350 граммдай тауықтың төс етін жуып тазалап аламыз және де оны видеодағыдай 4 бұрыштап жұқалап тураймыз. Енді туралған еттің үстіне дәміне қарай тұз себеміз және де қызыл паприканы сеуіп, соңында соя тұздығын үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі табаға май құйып, қыздырып аламыз және де дайындап алған тауықтың төс етін салып, оны қызарғанша қуыратын боламыз. Қуырылып жатқан кезде оның үстіне су құймаймыз, яғни табаның қақпағын жауып, 20 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Етіміз дайын болды. Осылай видеодағыдай қызарып пісу керек. Келесі ақ наннан сухари дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай 4 бұрышты ақ нан керек және де бұл ақ нанды ортасынан 2-ге бөлеміз. Келесі салаттың барлық ингредиенттерін дайындап, оны араластыратын боламыз. Ол үшін біз Calvi'дің сырный Цезарьға арналған соусын қолданамын. Үлкен ыдысқа бірінші сухариді саламыз және де салатный пекинский капустаны қолданатын боламын, немесе айсберг капустасын салатын қолдансаңыздар болады. Және де тауықтың жаңағы піскен төс етін салып, үстіне соусты құйып, жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы араластырып алған ингредиенттерді осылай тарелкаға салып шығатын боламыз. Келесі салаттың соңғы ингредиенттерін дайындайтын боламыз. Достар, мен тауықтың жұмыртқасын қолдандым. Сіздер тауықтың жұмыртқасын немесе бөдене жұмыртқасын бұл салатқа қолдануға беруге болады. Жұмыртқаны пісіріп алып, дәл видеодағыдай кесіп шығамыз және де мен бір ыдысқа черри қызанақтарын 2 бөлікке бөліп дайындап алдым. Қатты ірімшікті теркадан өткізіп аламыз. Содан кейін туралған салаттың, яғни ингредиенттердің үстіне жаңағы қызанақты туралған жұмыртқаны салаттың үстіне видеодағыдай қойып шығатын боламыз. Ең соңында жаңағы теркадан өткізілген ірімшікті үстіңгі жағына себеміз. Міне достар, Цезарь салаты толығымен дайын болды. Дәмі өте керемет әрі тойымды салат. Осы рецептпен дайындап көрулеріңізге болады.